Hello friends, how are you today? Let's begin our lesson. Are you ready? Me too. Алдыңғы сабақта K әріпін өткен болатынбыз. Қане бірге қайталайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Бұның ішінде қызылмен берілгендер дауысты әріптер. Келесі үйренетініміз қандай әріп деп ойлайсыздар? Бірақ алдымен мына сұраққа жауап беріңіздерші. Lollipop. Мына суреттегідей lollipop сіздерге ұнайды ма? Яғни тәтті кәмпит. Lollipop. Lollipop. Бірінші қандай дыбыс естіліп тұр? Я, әрине, ыл дыбысы естіліп тұр, я? Демек, бүгінгі біздің өтетін әріпіміз L әріпі. L. This is an uppercase and a lowercase L. Бұл L әріпінің үлкен әріпі және кішкентай әріпі. L makes a sound L. L әріпі L деген дауыс береді. Lollipop. Lollipop. Lion. Lion. Ladybug. Lizard. Lizard. Lamp. Leaf. Leaf. Lemon. Lemon. Great job. Okay, енді L әрпіне қатысы бар. Әңгіме айтайық. Listen. Тыңда. Let's go to the zoo. Зообаққа кеттік. Look. Қара. A lazy lion on a log. Жалқау арыстан ағаштың үстінде жатыр. Lazy lion on a log. Арыстан секілді ақыр аласыздар ма? Қане жасап көріңіздерші. Окей, келесі. A little lizard on a leaf. A little кішкентай lizard кесіртке on a leaf. Жапырақтың үстінде. Little lizard on a leaf. Кесіртке көрдіңіздер ме? Мен кесірткеден қорқамын. Okay, next. A ladybug loves lemonade. A ladybug loves lemonade. Хан қызы атты мына қоңыз лимонадты жақсы көреді. Repeat after me. A ladybug loves lemonade. Мына ladybug сондай сүйкімді екен, я, оқушылар? Ал сіздерге lemonade ішкен ұнайды ма? I love lemonade. Маған лимонад ішкен ұнайды. Сіздерге ше? Okay, next. Capital L. Басарып L. Capital L. Where are you? Басарып L. Сен қайдасың? Here I am. Мен мұндамын. I'm in the ladybug. Мен ladybug сөзінің ішіндемін. I'm in the lamb. I'm in the lion. How do you do? Қалың қалай? Ондай қиын емес, оқушылар, жаттап аламыз. Okay, next. Small L. Кішкентай L. Small L. Where are you? Кішкентай L. Сен қайдасың? Here I am. Мен мұндамын. I'm in the apple. Мен алма сөзінің ішіндемін. I'm in the balloon. Мен шар, яғни balloon сөзінің ішіндемін. I'm in the ball. Мен ball сөзінің ішіндемін. How do you do? Қалың қалай? Now, let's read. A lion. Арстан. Leo is a lion. Leo, арстан. Leo is lonely. Leo, жалғыз. Leo is a lonely lion. Leo, жалғыз арстан. Окей. Сонымен L әріпі ыл болып дыбысталады, оқылады деп дәптерлеріңізге үй тапсырмасына жазып алыңыздар. L әріпі түсінікті болды деп ойлаймын. Және L әріпіне қатысты жаңа сөздерді жаттап алыңыз. Бүгінгі сабақта менімен бірге L әріпін үйренгендеріңізге рахмет. Келесі сабақта M әріпін өтетін боламыз. Сабақты жіберіп алмаңыздар. Ұнаса, лайк басып қолдаңыздар.